Так, біз корей тілі. Сәлем достар. Біз корей тілі алфавитін үйреніп аяқтадық. Енді бір кішкентай бір ойын жасап ойнап көрейік. Осы әріптерге байланысты. Хангыл кейім дейді. Ана хангыл ойыны деген сөз. Міне шошымайды. Так, мына ойындар. Хангыл кейімі 해봅시다. хангыл кейімін ойнайық дейді. 빙고 게임 дейді мұнда. 빙고 ойыны. 보기. мына жерде сөздерді алып, мысалы 휴지돈 деген сөзді мынаның ішінен тауып, мысалы 휴지돈. осылай іздеп сызып ойнайтын ойын. чумони дегенді іздеп, мысалы чумони деп солай іздеп табу керексіздер. сөздер жаттағанға да енді сондай пайдалы жақсы ойын. сөздерді әріптерді жаттағанға. ал ойнап көріңіздер. не істейміз? паузаны басамыз және ойнайсыздар. қағазға сызып жазасыздар ма, или өздеріңіз білесіздер. ал енді неді басып жауаптарын тексеріп көрейік. біріншісі 휴지돈, 주머니, 이야기, 버터, 배구, 비행기, 자동차, 까만색, 질도 많다. мінекей. екінші дәл солай ойын. бұл жерде де мысалы мына сөздерді мына кестеден тауып құрастыру керек. мысалы осы осылай құрастырасыздар. осы деген шек салам деген сөздер. қане паузаны басып ойынды ойнаңыздар. ал қане нені плейді басып несін тексеріп көрейік жауаптарын қандай екен. 노래, 강물, 자전거, 하늘, 회사원, 한국, 있다. мінекей. міне енді бір үшінші ойын. ол жай мына әріптерді бір сөз құрастыру керек. ретімен жазып, х, а тігіне болған жағында жазылады. к астында жазылады. хак екінші, к тігіне болған астында 학교. осылай да жазамыз. паузаны басып жазып өздеріңіз солай жазып орындап көріңіздер. ал енді тексереміз. плейді басып тексереміз. мінекей жауаптар. 학교 친구 공부해요. 안녕하세요. 한국어를 배워요. міне рахмет тыңдағандарыңызға. ал енді міне кәдімгі кітап бірінші бөлімді бастаймыз кітаптан. бәрі кіріспе болды. хангыл деген алфавит үйреніп кіріспе болды. енді бірінші бөлім сөздер мен ергелерді үйрене бастаймыз.